Kişi sabahtan yürüdük. Antagonist, postbiogenez. Antagonist taqırыбын өттік, ya. Antagonist degenimiz ne eкен жалпы? Adamның туылғаннан бастап қайтарған. Ya, қартайып, тіршілігін жойғанға шейінгі кезеңін зерттеу кезеңі не дейді екенбіз? Антагенез дейді екенбіз. Аяла дұрыс па? Енді антагенезде бластула, гаструла, нейрула сатыларынан өтеді екен. Мен кеше айттым, бластула сатысында не болады екен? Бөлшектену нәтижесі. Бөлшектену нәтижесінде кеше суретте көрдік па? Андай. Бөлшектену бір зигота не істейді? Бір зигота екеу болады, одан төртеуден 8, 16, 32 болып көбейе береді. Бірақ оның үлкендігі мөлшері өзгермейді, бірақ көбейіп бар кесет, оның сыртында эктодерма деген қабат пайда болады. Ол уже қандай кезең? Гаструла кезеңі. Гаструла кезеңі эктодерма, іші эндодерма, оның бұлшықеттің жағы мезодерма қабаттарынан тұрады екен. Аяру телефонды жинастырамыз, кітап түсір. Жинасты, мен сені кітапты бетіп қойғанда мен фотко көрмейдіктерін көріп ойламайсыңдар ма? Мен білмейді деп ойлайсыңдар ма? Телефонда артық зат жинастырамыз, биология кітапта тақырып ашамыз. Тақырып балдар 206 бет. Yes, ашып отырық па? Енді бүгін балар жануарлар антагенезінің тура және шала түрленіп даму типтерін өтетін боламыз. Балар, кеше тура даму мен шала түрленіп даму дегеніміз не екен, Аделина? Тура даму, түрленіп даму. Дәл өзінің ата-анасы сияқты, я, туылған кезде, мысалы, кешегі біз үй жануарларын мысалға алдық, я? Сиырдан бұзау дегенде дәл өзінің анасы сияқты. Ал мысықтар да сондай, я? Ал түрленіп даму дейміз. Түрленіп даму дегеніміз өзгеру. Енді оған түрленіп дамуға бүгін балалар, мына сендердің кітаптарыңда бар. 208 бетті ашайықшы. 208 бетті ашайықшы. Айым, Хамардин айым. 208 бетті ашамыз. Бұл жерде шала түрленіп даму белгіленген. Балалар. Шала түрленіп дамуға балалар, мысал, көріп тұрмыз ба? Мынау ненің қандай жәндік? Бұл жерде шегірткенің дамуы белгіленген. Шегіртке қалай туылады екен? Шалама турадан туылады екен. Шала түрленіп дамиды екен, я? Бірінші қараңыз, міне жұмыртқа, яйцо деп тұрмын, жұмыртқа. Одан ары қарай дамиды, ары қарай личинкасы деп тұр міне. Одан кейін шегіртке болды. Дайын уже шегіртке пайда болды, я? Шегіртке көрдік па? Бұлар қамыстың, мына қамысты бекерге салып қойған жоқ. Бұлар қамыстың астына не істейді? Сулы ортаға не істейді екен? Жұмыртқасын, личинкасын қояды екен. Сөйтеді екен да, содан жайлап шегіртке дамиды екен. Шегірткені балалар көргесіңдер ма табиғатта? Мектепке келе жатып көресіңдер ма? Қазір көрсетемін балалар. Енді тағы көбелектің дамуына келді. Көбелек қалай дамиды екен? Қандай болады екен? Мынау почкалар тұрмын, оның жұмыртқасы. Одан кейін мынау құртқа айналды, я? Кәдімгі біздің әдемі көбелегіміз құртқа айналды. Сөйтіп, одан кейін қуыршақ сатысы, бірінші бұл қуыршақтан кейін құртқа айналады. Одан кейін қуыршақтың ішіндегі сатысы, қуыршақтың ішінде қандай болады? Көрдік па? Қуыршақтың ішінде қандай болады? Одан кейін неге айналды? Ересек жібек құртына айналды. Мынаны бекерге салып қоймаған балалар жібек құртына айналды. Бұлардың несінен не істейді? Қуыршағынан жібек деген матаны алады. Жібек деген матаны білесіңдер ма? Шолқ дейді, мына аяла киіп отырған юбка. Осындай құрттардан жібек құртынан алынады екен. Ұлы жібек жолы деген өткеніміз ба тарихтан? Не үшін сол? Жібек құртынан жасалған
жібек маталарын сатқан, иә? Олар өте әдемі жолтар маталар болған. Аштық па 208 бетті? Қазір мынаны бір-біреулеп беремін. Мына партадан бастап шегірткенің жібек көбелегінің қалай дамитынын көретін боламыз.